Алматыда әлі де оқтын жауын жауып, таулы аймақтарда сел жүру қауіп сақталуда. Қазселден қорғау мекемесі қызметкерлерінің айтуынша, маусым айында жауынның айлық нормасы 60 мм болса, осы соңғы жарты айда 80 мм ылғал түскен. Ал тауда 2 метр қар жауған әлі де жауып тұр. Жалпы тауда 41 мариналық көл бар, оның 15-інде қадағалау жұмыстары күшейтілді. Қыс мезгілінде 10 гидробекет жұмыс жасаған болса, бүгінгі күні оның саны тағы 8 бекетке артты. Олар қауіпті деген көлдердің жағдайы, су мөлшері мен мұздақтарды бақылап отыр. Қазіргі кезде Үлкен Алматы, Кіші Алматы, Қарғалы, Ақсай өзендерінде қосымша бақылау бекеттері жұмыс жасауда. Алматы қаласының жоғары бөлігінде біздің қазіргі есеп бойынша 41 мариналық көл орналасқан. Оның ішінде 15-і жарылу қаупі бар деп саналады. Бірақ осы қауіптің негізінде жүргізілген аэровизуалдық шолулардың негізінде біз апталық, күндік және айлық анализдер, анықтамалар жасап отырамыз. Соның негізінде біз қазіргі таңда Үлкен Алматы өзенінде 13-ші мариналық көлде түсіру жұмыстарын, көлді босату жұмыстарын бастадық. Ендігі алдағы күндерде келесі апталардан бастап Кіші Алматы өзенінде номер 6-шы көлде, Ақсай өзенінде 4-ші, 8-ші, 7-ші көлдерде судың көлемін азайту, қауіпсіз деңгейге жеткізу бойынша жұмыстар жүргізілетін болады.